Сәлем қыздар, шоколадты Орео пирогын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен тестін дайындаймыз. Жұмсақ сары майға қант ұнтағын қосып араластырамыз. Бөлме температурасындағы тұрған жұмыртқаны қосамыз. Жүгері крахмалын қосамыз. Разрыхлитель, какао, жоғары сортты ұнды қосып, қамыр илейміз. Жұмсақ әдемі тесто дайын болады. Азғантай бөлігін бөліп алып, морозильникке салып қоямын. Себебі пирогтың бетін жабуға қажет болады. Морозильникке салып, қатырмасаңыз күштен өтпейді. Форманың шет-шетіне майды жағып алып, қамырды бір тегіс етіп, шетіне бортиктерін шығарып, жайып аламыз. Пирогтың салмасын дайындаймыз. 9% майлықтағы творыққа жұмыртқаны, қантты, %20 жоғары дүкеннің кез келген қаймағын салып, блендермен езіп аламыз. Жеті-сегіз дана Орео печеньесін ұсақтап, измельчительмен немесе оқтаумен езуге болады. Езіп алып, творықты начинкаға салып, араластырамыз. Пирогтың салмасы дайын. Пешімізді қыздырып қоямыз. Осылай начинканы салып, бір тегіс етіп жайып алып, бетіне морозильниктегі қамырды үккіштен өткізіп аламыз. Үккішіміз ірі көзден тұру керек. (150-180 градус аралығында 35-40 минуттай піседі. Піскен соң толық суығаннан кейін барып қана формасынан шешіңіздер. Әрлесеңіз де болады.